Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Сіздердің қолдауларыңызбен, демеулеріңізбен біз үнемі алға қарай қадам басып, халыққа пайдалы ақпараттарды ұсынып, дамып келе жатырмыз. Сіздерге алғысым шексіз. Халайық, тілді білмейтін ресейліктерді елден шығарып жатыр. Қазақстанда емес, Латвияда. Латвияның үкіметі елде тұратын ресейліктер латыш тілін үйренбейтін болса, және үйренгісі келмейтін болса, елден кетсін деген шешім қабылдады. Латвияның үкіметі елінде тұратын ресейліктер емтихан тапсырсын. Егер емтихан тапсырмайтын болса, 30 күннің ішінде елден кету керек. Әйтпесе күштеп депортацияланасы деген ескерту хабарламаларды таратып жатыр. Латвияда тұратын ресейліктердің көбісі латыш тілінде сөйлемейді және сөйлегісі де келмейтін көрінеді. Жергілікті мәдениетке қызықпайды. Сол Латвияның. Керісінше ресейлік ақпарат құралдарын тыңдап, тіпті кейбір Ресейді қолдайды. Бұл Латвия үкіметін алаңдатқан еді. Алайда Латвия үкіметі солқылдақтық танытып, олардың қас-қабағына қарап жатқан жоқ. Латыш тілін білмесең, үйренгің келмесе, 30 күннің ішінде елден кетіңдер деген шешім қабылдады. Қарт кісілердің көбісі не істерлерін білмей, латыш тілін үйрену үшін курстарға қатысуға ақшалары жетпей жатқан көрінеді. Бұл ақпараттар бүкіл әлемнің назарын аударып отыр. Ал кейбір ресейліктер емтихан тапсырған осы латыш тіліне байланысты, бірақ мыңдаған ресейлік осы Латвия тілін үйрену кезінде емтихан тапсыру барысында мыңдаған ресейлік емтиханнан құлаған. Алайда кейбір ресейліктер тіпті өздерінше қарсыласып, Латвияның конституциялық сотына ұжымдық түрде арыз берген. Бір қызығы, Латвияның конституциялық соты мемлекеттің қойған талабын орындаңдар, тілді меңгеріңдер деген қаулы шығарған. Осылайша Латвияның билігі бір ауыздан қимылдап, өздерінің ана тілдерін ресейліктерге, өз елінде тұратын ресейліктерге заңмен үйренуге мәжбүр етіп қойды. Көріп отырсыздар ма, қандай әрекет жасап жатқанын. Ал бізде қалай? 30 жыл бойы қазақ тілін үйренбеу үшін неше түрлі қырық-сылтау айтып келді. Кейбір шенділер қазақ тілін білмесе де жоғары қызметтер, лауазымды қызметтерде отырды. Алақандай ғана біздің бір ғана облысымыздай ғана Латвияда өз ана тілінің қалай қорғалып жатқан қарап отырып, өзіміздің қазақ тіліміздің жағдайын ойлап көңілім түсіп кетті. Қазақ тілін қиын болатын болса, егер біз қазақ тілі қиын дейді ғой кейбіреулер сылтау айтқан кезде, үйрену бізге қиын деп жатады. Өздеріңіз күні кеше ғана мен сіздерге көп мысал келтірмей-ақ қояйын, миларыңызды ашытып, дүниежүзілік көшпенділер ойында көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Жапониядан келген адамдардың қазақша қалай сөйлейтін таң қалдым мен, аузымды аштым. Тіпті Жапонияға қандай қажеттілігі бар қазақ тілін үйрену. Әлемнің экономикасының қанша бөлігін қолында ұстап отырған жапондықтарға қазақ тілін үйренудің қандай қажеттілігі бар деп ойлайсың да. Олар қазақша сайрап тұр. Сонау Франциядан келіп Қазақстанда жұмыс істегендер қалай қазақша сөйлейтінін көріп таңғаламын. Американдықтардың қазақша сөйлеп тіпті мақалдатып сөйлейді олар. Мақалдатып сөйлегенде кейбір қазақтан озып кетеді олар. Егер қазақ тілі қиын болса, сол жапондар, американдықтар, ағылшындар, француздар қалай олар оп-оңай үйреніп алды? Мақалдатып сөйлейді олар тіпті қазақ тілінде. Кезінде Ринат ағамыз былай деген еді. Бүгін парламентте депутат болып отыр ғой, сол Ринат ақын кезінде былай деген еді. Тіл жайлы тебіреніп толғағанда, ақиқат айтар болсам қолдар Алла. Тіл жылы деп бір кезде ат қойып ек, медеу бола алмады ол да жанға, бір жылда тілім қалай оңып кетсін, осы күнге жеткенше оңбағанда. 15 жыл өзге тілде сөйлегендер өз тілін бұл бір жылда қолға алар ма? Жыл емес, бір-ақ күнде сөйлер еді. Заңымыз мұнша сайқал болмағанда. Апырай, біздің кемел үкіметке осыдан басқа ақыл қонбаған ба? Бір тілді бір жыл бойы үйренетін тілсіздер соқыр шама сорладан ба? 42 әріпті жаттау үшін 360 күн керек пе сонда оларға? Тіл үйрену үшін меніңше өзің тұрып жатқан елге деген құрметің болу керек. Айтпесе басқасы түкте емес былай қарап тұрсаң. Жапон болсын, ағылшын, американдықтар Қазақстанда тұрмаса да, өз беттерінше сол елдерінде тұрып жатып үйреніп алуының өзі олардың қазаққа деген, қазақ ұлтына деген, қазақ халқына деген қандай құрметпен қарайтынын көрсетеді деп білем. Олар бізден қорыққаннан, болмаса бізге бір жағымпазданайын деп үйренген жоқ.
олардың қанында ондай нәрсе жоқ қой, жағымпаздану деген нәрселер ондай. Біреудің тілін үйрену үшін. Олардың елдері қандай алып дамыған алпауыт мемлекеттер екенін өзіңіз де білесіз. Американдықтар болсын, жапондар болсын, ағылшындар болсын, әлемнің қандай экономикасын ұстап отырған мемлекеттер. Олар бір қазаққа қарап тұрған күні жоқ олардың. Мәселе ода емес, мәселе халыққа деген ішкі құрметінде олардың. Олар елге келсе, шаңыраққа қарайды. Бұл елдің иесі, Қазақстанның иесі қазақ халқы екенін жақсы түсінеді. Демек, сол елге деген сенің көрсете алатын ең болмағанда бір құрметің, ол сол елдің тілінде сөйлеу екенін жақсы біледі. Қазақша білмей қиналып жатса да, олар үйренуге, сөйлеуге тырысып жатыр. Ол ұлтқа деген құрмет, ол қазақ халқына, ол қазақ еліне деген олардың жасаған құрметі. Олар бір қазақша сөйлегенде тағынан түсіп қалып жатқан жоқ. Не болмаса американдық қазақша сөйлегеннен оның тонын ешкім шешіп алып жатқан жоқ. Не болмаса мына бір француздық келіп қазақша сөйлесе, Макронның беделі түсіп жатқан жоқ. Дамыған өркениетті елдер осылайша басқа халықтарға да құрметпен қарайды. Бұл адамгершіліктің, ар-ұяттың белгісі. Біздің Қазақстанда қазақ тілін білмейтін және білуге тырыспайтын, үйренгісі де келмейтін адамдарға жаңа жоғарыда айтқан Латвия үкіметі сияқты заң аясында бір шара қолдана аламыз ба? Латвияны айтты ма жаңа? Латыш тілін үйреніңдер, болмаса елден кетіңдер деген хабарламалар таратып жатыр ресейліктерге. Жалпы Латвия тілінде тұратын қандай халық болмасын, ол латыш тілінде сөйлеу керек деп жатыр. Бізде бұл қаншалықты мүмкін деп ойлайсыз? Осындай бір заң аясында шара қолдану мүмкін ба? Қазақстанда тұратын кез келген ұлт, ресейлік болсын, Қытай болсын, жаңағы американдық болсын, қандай ұлт болсын, Қазақстанда тұратын қазақ тілін білу керек. Белгілі бір заң аясында осындай бір қадам жасай ала ма қазақ үкіметі, қалай ойлайсыздар?